Баршаңызға сәлем, сіздермен Рабиға. Бүгін сіздермен өзімнің өтте дәмді шығатын палау рецебімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Ең алдымен қазанымызды қыздырып, майымызды құйып, етімізді салып қуыра береміз. Мына етті мен үлкен кесек қып турадым. Мен жылқы етін пайдаландым, өткені жылқы еті палаудың дәмін өте жақсы шығарады. Және сұйық май үшін жылқының іш майын қолдансаңыздар болады. Мен жылқының іш майын дайындап қойғанмын, соны құйып бүкіл тамаққа қолданамын. Пиязды аршып, мұздай суға салып қоямыз, көзіңізді ашытпас үшін. Неке еттеріміз қуырылып жатыр. Менің бұл еттерім тұздалған еттер, сол үшін қазір қуырып жатқанда ешқандай тұз салмаймын. Міне 3-4 кусок құйрық май салдым. Өткені ол тамақтың дәмін өте керемет шығарады. Жақсылап қызарып қуырылып қалды. Енді пиязымызды осылай турап салып қуырамыз. Пияздарыңыз көбірек болса, тамақтың дәмі өте жақсы шығады. Жақсылап араластырамыз. Достар, сіздер өздеріңіз қалай жасайсыздар палауды? Соны комментарийға жаза отырыңыздар. Қандай сұйық май қолданасыздар? Неке пиязымыз жақсылап сарғайып, алтын түстес болып қуырылды. Пияз қуырылып жатқан кезде біз сәбізімізді турап дайындай береміз. Не қуырылып жатқан кезде дәмдеуіштеріміз салып жібереміз. Палауға арналған дәмдеуіш және кішкене бір шай қасықтай зіра. Зіра бұл тамақтың дәмін өте керемет келтіреді. Достар, мен бүкіл тамаққа керекті қоспалардың барлығын алдын ала дайындамай, дәл осы қуырылып жатқан, пісіп жатқан процесте дайындаймын. Өйткені уақыт жетіспейді және тамақ пісіруге аз уақыт жұмсайтын боламыз. Ал сіздер қалай дайындайсыздар, оны комментарийға жаза отырыңыздар. Достар, менің каналымның өркендеуіне өз каналға тіркелулеріңізбен, лайктарыңызбен, комментарийларыңызбен көмектесе аласыздар. Видео ұнаса лайк басып, басқа таныстарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Неге жақсылап бәрін қуырып болып қалдық. Енді қақпағын жауып қоямыз, өзі бұғып пісіп тұрады. Қуырып жатқан кезде де, сәбіз қуырып жатсақ та, ет қуырып жатсақ та, әрқашан қақпағын жауып жүреміз. Өткені өз буымен пісіп отырады. Мінекей дайын болып қалды. Енді суын өзінен кішкене асырып құйып, бір жарты сағат қайнатамыз. Ана еттеріміз, сәбіздеріміз жақсы пісу керек. Су құйып болып, қақпағын жауып, астын басып қоямыз. Жарты сағаттан соң пісіп қалады. Міне суына бір ас қасықтай тұз саламыз. Өйткені үстіне біз 1 килограмм күріш саламыз. Сол кезде дәмі жақсы келу керек. Күрішті жақсылап жуып аламыз. Неке қайнап тұрған кезінде үстіне жаңағы жуған күрішімізді салып, бетін тегістеп, және суды үстіне сәл ғана асырып қоямыз. Неке менің қолданған күрішім лазер. Сіздер басқа да күріштер қолдана берсеңіздер болады. Ол тез пісетін күріштер қазіргі кезде. Мінекей, енді қазір бұрқырап қайнаған кезінде астын жай басып қоямыз да бетін жауып қоямыз. Осы судан дәмін көрсеңіздер болады негізі. Мінекей палауымыз да пісті. Дәмі өте керемет. Сіздер де үйде осылай жасаңыздар. Мүмкін осылай жасайтында шығарсыздар. Білмейтін кішкентай қыздар мен жас келіндерге осы видеоны жіберіп отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.